1941 жыл ақпанында атқан. Сыртта аяз, аулымда аққар жатқан, үңірейген үрейтір соғыс дейтін алапат аспан жерді аттандатқан. Аттан деді, ол ертең аттанады. Ақталады еңбектің ақтабаны, күрегінің орнына қару алып, жауынгердің рөлін атқарады. Ол ертең аттанады. Жартай тұр аспанда тозған таға, үскірік өрлей мәлде қозғалтама. Әжем жүр, туған жердің топырағын тұмарғып тігіп жатты бөз қалтаға. Ол отыр, аямай ақшып алған, көкейін мазалайды күшік арман. Аттан әке, таныс қой күрес саған, күресуі керек қой күші бар жан. Неге бізге үмітсіз тесілесің? Аттан әке, жолыңнан кешігесің, кеудесінде шыбыны бар пақырлар тауып жейді сенсіз ақ несібесін. Қалай сені жұбатсам аңырана, сауғайт деп тәңіріңе жалынана, мұн отырған егеміз қолас егер, саған жар, әке бізге табылама. Сол кезде ғазиз анам жылап қалған, жоғалды сол бетімен бір ақтарман. Сенбеймін, әкең өлді дегенге мен, себебі ол үйімізден тірі аттанған.